Арада 6 жыл өтсе де сүйген қызынан үміт үзілмеген Есентұр Смайылов өткен эфирде Назеркеге деген сезімін өлеңмен жеткізді. Қызың болсаң, бақытты көрсетемін. Бойың мен салмағыңды өлшетпеймін. Өзіңді жақсы көргенім соншалықты, өзімнен өзге ешкімге көрсетпеймін. Сүйгенінің суретін жастап жататын Есентұрдың сезімін Назерке неге бағалай алмай жүр? Әлде Есентұрдың күзетші болып жүргенін көріп қойған қыз үшін махаббатқа қарағанда материалдық жағдайы маңызды болып тұр ма? Менің жұмысым охрана істеді, мені көрді. Ол ойлады, мына бала оқыған, тоқыған бала. Бұл охрана жұмысты істеп жүр деп ой, сол кезде ол маған деген кішкене менсінбеушілік болды деп ойлаймын. Назерке Есентұрға не деп жауап береді? Ескі махаббат жалғасын таба ма? Аздаған уақытта белгілі болады. Құрметті көрермендер, эфирде Кел татуласайық бағдарламасы өздеріңіз білетіндей біздің осы Кел татуласайық бағдарламасының жүргізушісі Тахир Сұлтан жаңа ғана өздеріңіз көргендей денсаулығы сыр беріп, кішкене сырқаттанып қалды. Қазір сол Тахирді жедел жәрдем өзін алып кетті. Енді мен өзім Айбек Нұрқасым, мен осы Кел татуласайық бағдарламасының YouTube каналында сұхбат құрамын. Бүгінгі біздің кейіпкеріміз Есентұрға байланысты қазір сұхбат құратын боламыз. Енді бірінші Есентұрдың мәселесін тағы да бір еске түсіріп алайық. Есентұр, экранға назар аударайық. Арада 6 жыл өтсе де сүйген қызынан үміт үзілмеген Есентұр Смайылов өткен эфирде Назеркеге деген сезімін өлеңмен жеткізді. Қызың болсаң, бақытты көрсетемін. Бойың мен салмағыңды өлшетпеймін. Өзіңді жақсы көргенім соншалықты, өзімнен өзге ешкімге көрсетпеймін. Сүйгенінің суретін жастап жататын Есентұрдың сезімін Назерке неге бағалай алмай жүр? Әлде Есентұрдың күзетші болып жүргенін көріп қойған қыз үшін махаббатқа қарағанда материалдық жағдайы маңызды болып тұр ма? Менің жұмысым охрана істеді, мені көрді. Ол ойлады, мына бала оқыған, тоқыған бала. Бұл охрана жұмысты істеп жүр деп ой, сол кезде ол маған деген кішкене менсінбеушілік болды деп ойлаймын. Назерке Есентұрға не деп жауап береді? Ескі махаббат жалғасын таба ма? Аздаған уақытта белгілі болады. Сонымен ғашығына қосылуды армандап, сонау Түркістаннан келіп отырған бізде Есентұр. Есентұр, тағы да қош келдің. Жалпы Есентұр сүйіктінен қандай да бір хабар бар ма? Кішкене қазір халықтан кешірім сұраймын. Қобалжып отырмын, Тахир мырзаның денсаулығын ойлап, кішкене ой шашаң болып тұр да, шынын айтсам. Қат хабар қазір. Ешқандай қат хабар жоқ, сол бұрынғы бір қалыпты. Ешқандай хабарласқан жоқ, жағдайыңды да сұраған жоқ, неге бағдарламаға шыққаныңды себебін айтқан жоқ, Жоқ, ешқандай ондай хабар жоқ. Қазір бізде енді өзің білесің, кейіпкерлеріміз де осы тұста пікір білдіріп отырады. Хадиша апай қол көтеріп отыр екен. Есентұр сәттілік тілеймін, бірақ Есентұрға қояр сұрағым жоқ, қазір бақыт тілеймін, іздеп табуына енді. Бірақ та Тахир балама қатты уайымдап отырмын менше. Алла Құдайым денсаулық берсін, ата-анасының, ағайын туысының алдына, мына бүкіл Қазақстанның алдына аман жүрсін. Құдайдың берген жасында жақсы тезірек жазылып ортамызға оралсын. Мен қатты жүрегім ауырып отырдым, бағанадан бері тілеп отырмын. Ал саған да сәттілік, Айбек. Рахмет. Енді өздеріңіз осы студияда Тахирмен сырласып, сіздердің мәселелеріңізді тыңдап жүріп, Тахирға да оңай емес. Бағана келген кезде де денсаулығы кішкене сыр беріп тұр еді. Қазір енді жедел жәрдем қызметкерлері жақсылап көмек береді деген ойдамыз. Сандуғаш, сіз не дейсіз? Бәріміз қобалжып отырмыз. Тахир мырзаның денсаулығына алаңдап, аман-есен жазылып, ортамызға оралуын тілейміз. Енді бұл кісіге де оңай емес. Бәріміздің сырымызды да, мұңымызды да бәрін бұл кісі тыңдап, бағана өзінің жүрегімен қабылдап, қатты алаңдаулымыз, шынымды айтсам, Айбек мырза. Ортамызға келсін, аман есен. Рахмет ниет тілектеріңізге. Енді Тахир тез сауығып кетсін. Есентұр, не болды? Көзіңе жас алып отырсың ғой.
кішкене қобалжып отырмын Тахир мырзаның. Енді бәріміздің жаңағы проблемамызды шешу үшін жүгіріп, әйтеуір шын жүректен неғып жүр ғой. Сен Тахирді ғана ойлап отырсың ба, әлде Назеркені де ойлап кішкене көңілің босап отыр ма? Сөздің ішіне керек, Тахир мырзаның денсаулығын ойлап отырмын. Бәрі жақсы болсын, ол кісіге Алла Тағала жар болсын деймін. Енді Тахир бағана келген кезде де өздеріңіз көрдіңіздер, денсаулығы сәл сырқаттанып, өз көңіл күйде болмай тұрған болатын. Енді Алла бұйыртса бір жақсы жазылып кетеді деген ойдамыз барлығымыз. Енді Есентұр, сенің мәселеңе нақты тоқталайық. Сонымен Назеркеден хабар бар ма, жоқ па? Ешқандай хабар жоқ, Айбек мырза. Енді үмітсіз шайтан дейді ғой. Адам өмірде үмітпен, сенмен өмір сүреді. Үміттенеміз. Әзірге қазір мені көріп естіп отырса, айтарым оған, қазақта айтады ғой, бағалағанға бақ қонбайды дейді. Әзірге мен сенің басыңа қонған бақ шығармын. Мүмкін сен менің басыма қонған бақ шығарсың. Просто мен саған айтқан әрбір жылы сөзімді бағалай білсең деймін. Ең болмаса, кел татуласайық бағдарламасына қате бір эфирге шығып, мен саған кезінде мойындаймын, ауыр сөздер айттым, сөз сүйектен өтеді дейді ғой. Сол қате бір соны кешірдім, Есен аға деп бір ауыз сөзіңді айтсаң, соның өзі маған бір, мен ешкім бұл өмірде ешкімді ренжітіп, ешкіммен не алғым келмейді да. Тек қана бұл өмірде бәрімен сыйласқым келеді, үлкен болсын, кіші болсын. Қазір мысалға халық қазір көп мысалға жаңа әлеуметтік желіде айтып жатыр, сен саған қанша береді дейді да, сен сценарий бойынша келіп отырсың дейді да, Айбек мырза да, сценарий бойынша келіп отырсың дейді да. Мен бұл бағдарлама шынайы екеніне көзім жетті, шынайы ше, мен өз көзіммен көрдім, шынайы бағдарлама бұл, сондықтан мен де шынайы келіп отырмын. Просто мен оларға айтарым, олардың бастарында шынайы махаббат өтпеген, біреулер айтатын тұғын баяғыда, бұл өмірде шынайы махаббат жоқ, махаббат арман, дүние жалған деп. Мен егерде сіз өзіңіздің шынайы махаббатыңызды дәлелдеу үшін келдіңіз ғой, мен бұл өмірде шынайы махаббат бар екеніне көзім жетті да. Көзіңіз жеттік, басқаның көзін жеткізгіңіз келді. Әрине ол мысалға түсінетіндер басынан өткен жағдайлар болса, осындай жағдай өткен болса, қыз жігіттер оны түсінеді. Мен қазір мысалға өзі тұста мен қазір қолдап жатқан бірінші әке-шешем, ата-анам және ағайын туысқандарым және осында кейіпкерлер сіздерге басын деймін. Рахмет, Алла разы болсын. Құдай қаласа осы мәселе шешілсе, Назерке осы жерде мысалға я деп жауап қатса, жауабын беретін болса, мен сіздерге қуанышымды бөлісіп, қуанышты бөлсең көбейеді дейді, ақ дастархан жайып, Құдай қаласа сіздермен бөлісетін боламын. Назерке енді сізге сол өзіңіз айтқан жауапты береді деп ойлайсыз ба, басқа жауап беруі де мүмкін ғой енді? Егер де мен Назеркеге я деп айтса да, жоқ деп айтса да, мен ешқандай өкпе назым жоқ. Я деп айтса да мен дайынмын, жоқ деп айтса да дайынмын. Енді Есентұр, мына мәселеге тоқталайықшы. Алдында сен өлең оқыдың, одан кейін болашақ жарыма деп ән арнап жаздым дедің. Сол өлең нақты кімге арналған ән? Ол ән мен студент кезде негізі сол студент болдық қой, сол кезде сол жанға арнап негізі айтқан болатынмын. Назеркеге ма? Назеркеге. Енді алдағы уақытта көре жатармыз, уақыт болатса, сол әнді арнаймыз деп отырмын. Оған арнап мен қазір Назеркеге я деп айтса, жоқ деп айтса да, мен оған арнап қазір мен ақындармен, сазгерлермен қазір келісіп қазір әнге тапсырыс беріп жатырмын. Алла қаласа енді алда уақытта ол әнді жаздырам. Ән арқылы жеткізсем деп жатырмын сезімімді. Сезіміңді ән арқылы жеткізбексің ғой, енді бір өлеңді бірнеше қызға арнап жазып жүрген жоқсың ба, әйтеуір біреу көнер деп? Жоқ, ондай кейіпкерлер мына жерде бәрі куә ғой. Мен мысалға бірнеше адамға жіберіп жүрген жоқсың ба сол өлеңді? Ондай ешкімге. Сол әнмен қыздардың жүрегін жаулайын деп? Жоқ, ондай ешқандай ешкімге. Бұл жерде мен мысалы айта кетсем, осы жерде Майдина деген әпкем бар тұғын, кейіпкері, сол кісіге рахмет айтамын. Ол кісі мені қолдап жатыр, өйткені айтады, Есен, сенің жағдайың түсінікті, ешқандай мойыма жоқ деп айтатын болса, менің өзім жаңа 98 жылы, 99 жылы сіңілерім бар, мен саған сіңілерім таныстырам, күйеу боласың болашақ деп жатыр да. Рахмет, көріп жатсаңыз, Майдина ханым, сізге Алла разы болсын, ниетіңізге.
пейіліңізге бақытты болыңыз, жолыңыз ашылсын дегім келеді ол кісіге. Рахмет. Иә, Мадина енді Асылжанның анасы, біздің көрермендеріміздің көпшілігі біледі ғой енді. Мадинаның анасы ауырып, Шымкентке аяқ асты жолға шығып кетті, бүгін эфирге келе алмады. Сандуғаш, не дейсіз? Рахмет Айбек мырза сөз бергеніңізге. Мен Есентұрды қолдаймын. Өйткені бәріміз бірге Мадина, бәріміз кейіпкерлер үйінде тұрамыз. Сол кезде өзінің бір микрофоны бар. Өлең айтып жүреді. Сіздерге ән айтып бере ме? Өлең Назеркеге арнаған өлеңдерін айтады. Мынау жерде қандай болды? Сандуғаш әпке айтыңызшы, мына жерде дұрыс па мына сөздерім деп бағана өзінің шынайы жүректен шыққан сөздерін арнап отырады. Онда тұрған не бар? Бұл жігіт, мен ырзамын бұл жігітке, осында келіп отырған басқа жігіттер сияқты ана қыздарды қабат қылып тастап кетіп атқан жоқ қой. Келіп тұр шынайы махаббатпен жүрегіндегісін білдіріп келіп тұр. Егер Назерке сіз көріп отырсаңыз, тыңдасаңыз, мына бір жігітке бір тіл қатыңыз, бір жауабын беріңіз, я деңіз, немесе жоқ деңіз. Бұл бір қызды кім айттырмайды, қымызды кім ішпейді деген бір қазақта бір әдемі мақал бар. Болсаң да боласың, болмасаң да боласың деп отырған жоқ қой бұл жігіт. Жоқ десе мен жай дос ретінде қаламын деп отыр. Ал егерден бар десе кесін көрінсін деп отыр. Бір ренішімді. Ол енді қызда бірден жоқ, я деп айтпайтын жоқ десем бәлкім Есентұрға күресу керек шығар. Сол аяғына шейін бармақшы ғой. Мен ырзамын бұны және де қолдаймын. Өте керемет жігіт, өте ақылды, өзінің көркіне сай. Есентұр айтады да, егер жоқ десе мен жарайды дос болып қаламын дейді. Енді бұл шынайы махаббатын дәлелдеп отырғаннан кейін ары қарай қыз бірден иә дей салмайды ғой. Енді қыз жоқ десе бұл жігітте қинай алмайды ғой енді, былай қарап тұрғанда. Бірақ шынайы действительно мен көзім жетті. Өзінің өлеңдері 2-3 өлеңі бар шығарған. Соны көрсетіп, өз тағы да бір слайд нелері бар, бағана оны көрсетемін деп отыршы. Мен ырза болдым соған. Әр қызға емес, бір қызға арнап отыр да ол. Түсінесіз бе Айбек мырза? Бір қызға арнап, оның бәрін көзіміз жеткізіп отыр. Енді оны уақыт көрсетеді, Назеркенің өзі не дейді екен, Айгерімнің пікірін білейік. Бұл жастармен жұмыс жасап жүр ғой енді. Сіздің пікіріңізбен қосыламын. Мен шынында да ойлаймын, Есентұрдың мақсаты басқа бағдарламаға келгендегі деп, себебі бірінші эфирден шыға салды да, егер де ол қыз маған жоқ десе, мен дос болып қалайық деп айта салам дейді. Ол соғысқа шықпай жатып бірден беріліп жатыр да. Мен ойлаймын, егер де соншалықты шынайы махаббат болса, өзі айтып отырғандай, ол күресу керек. Ол ер жігіттің махаббатына күресуге ешқандай сынды тудырмайды. Мысалы, қыз бала күресіп жатса, айтуы мүмкін, ой, мынау не істеп жатыр деп, иә? Сынға ұшырауы мүмкін. Ақыры осындай қадамға келіп отыр екен, ол неге аяғына дейін күреспейсің? Мүмкін сенде мақсат басқа ма? Айгерімнің ойы бәлкім дұрыс па, дұрыс емес пе Есентұр? Соңына дейін күресіп жаңа бірінші... Әр адамның ой пікірі әртүрлі болады ғой. Мен айттым ғой жаңа сөзім барысында, мен оған анаған әлі алдағы уақытта Құдай қаласа жақсы мақсаттарым бар. Мен до конца аяғына шейін барам. Осы эфирде қолдаса, Құдай қаласа мені кейіпкерлер қолдап жатыр. Алла қаласа мен до конца аяғына шейін барам. Болмаса енді амал жоқ, басқа мен бақытым үшін басқа әрекет жасаймын. Қолымнан келгенше барынша тырысамын, баруға тырысамын. Нәтиже шықпаса... Жоқ, мысалы, бағдарламаға да хабарласты, иә, ол осыны көрді да, одан кейін, жоқ, Есентұр, мен жүрегім бос емес десе, сен бұрыласына кете саласың ба, әлде тағы қадамдар жасайсың ба? Жоқ, мен егер де жоқ деп айтатын болса, мен айтам, қате бір... Жүрегін жібітуге бір нәрселер жасайсың ба? Әрине жасаймын, мен айттым ғой, алдағы уақытта Құдай қаласа тағы да мен көрсететін дүниелерім бар. Мен жалпы айтқым келеді, жақсы сөз жарымырыс. Үйтіп бірден жоқ десең бүйтем, бүйтсе сөйтем деген әңгімелерді қою керек. Дұрыс мақсат болу керек адамда. Дұрыс ниет дұрыс болу керек. Ниет дұрыс болса, ол ары қарай дұрыс болады. Ал бұл Есентұрда бір жүрегінің түкпірінде бір ой тұрда. Мысалы, қазіргі ер жігіттерде көбісіне мен бәрін айтпаймын, мынандай отбасын құрып жатқанда да мынандай ой бар да. Болмаса ажыраса салам ғой деген сияқты жүрегінің түкпірінде тұрады. Ол сол жүзеге асады. Ол жүзеге асады. Өйткені ниет дұрыс емес бастан. Түсінесіз бе? Басынан ниет дұрыс емес. Әйгерім ханым, алдағы уақытта мен сөзбен емес, әрекетпен көрсетсем деймін, сіздер соған куәсі боласыздар. Әрекетпен көрсетіңіз. Кез келген қыздың жүрегін жаулап алуға болады, Есентұр. Енді Есентұр, сен алдында айттың ғой, енді ол қыз қазір 6 жыл болды, көрмедің. Қазір Астанада қызметте, үлкен қызметте деп айтып жатыр. Түркістан қаласында көрдім деп айттым ғой, елбасымыз келген кезде. Сол кезде көрдім ғой. Бірақ ешқандай маған сөзге, әңгімеге тартылмады да. Есентұр, жаңа Айгерімнің айтып жатқан мынандай мәселе, сен сол қыздың Астанада үлкен қызметте жұмыс жасайтын білдің, көрдің, естідің. Содан кейін барып, мен бір әрекетке барып көрейінші деген бір ой бар сияқты сенің ішінде. Егер мысалға маған көнсе, мен ары қарай үйленем, көнбесе дос болып қалам деген сияқты. Айбек мырза, мынандай ғой,
Мен оны көрмей тұрған кезде Назеркені мен оның алдынан бастап мен әрекет жасап жүргем. Группаластарына хабарласып, нөмірін беріп, біз айтты, 2 орталарыңа ешқандай түспейміз, өздеріңіз шешіп алыңдар деді. Сондықтан мен қанша әлеуметтік желіде мысалға жаңа Инстаграм бар, басқа бар, іздестірдім, таппадым, нөмірін ауыстырып тастаған. Мен ойладым, мысалы, тұрмысқа шығып кетті ма, аман ба, ойлайсың ғой, мысалы, көрмеге біраз болған соң. Сосын кейін жаңа әнесе елеттен себеп болады дейді, жаңа Түркістан қаласында көріп қалған болатын. Сөйтіп, Аллаға шүкір әйтеуір аман есен екен деп жүзін көргеніме қуандым. Бірақ ол маған деген кішкене көзінде мұң бар екенін сездім, көрдім кішкене. Көзінде мұң бар дейсіз бе? Маған деген мұң бар екен, әлі реніш, өкпе назы бар екен. Өйткені мен айттым ғой, кезінде оған ауыр сөздер айттым. Мен темірді ыстық кезінде басты дейді. Артынша мен оған ешқандай кешірім сұрап неғылған жоқпын. Енді әрекет жасайын деп жүрген кезде айттым, әскерге кетіп қалдым бірден. Сосын кейін әскерден телефонның жағдай жоқ, не жоқ, мүмкіндік көп бола бермейді ғой. Сосын кейін әскерден келсем жаңа нөмірлерінің бәрі ауысып кеткен, әлеуметтік желіде жоқ. Сосын кейін жаңа достарынан сұрастырдым, таныстардан ешқандай жоқ қой, в общем, ол қыз. Эфирде Кел татуласайық бағдарламасы, құрметті көрермендер, естеріңізге сала кетейін, біздің Кел татуласайық бағдарламасының жүргізушісі Тахир Сұлтанның денсаулығына сырқаттанғанына байланысты мен эфирге шығуға мәжбүр болдым. Өйткені білесіздер, Кел татуласайық бағдарламасы тікелей эфирде жүретін, сондықтан менің есімім Айбек болам. Бағдарламаны ары қарай жалғастырайық. Есен тұр, енді жаңағы мәселені айттық қой Назеркеге қатысты, бірақ енді сен Назеркеден бөлек тағы да бір адамға хат жазған екенсің, Кімге? Ол хат бізге келіп түсті, сен Назерке емес, басқа аруға жазғаның. Қазір сол хатты экраннан көрейікші. Міне, сәлем, қалайсың? Айшолпан, саған айтар ойым бар. Қысқа нұсқа, ұнатсаң, жақсы көрсең, ертерек сол сезімді айту керек. Бұл сүннет дейді. Сондықтан мен барынша қолымнан келгенше саған қызды жігіттерге аманат қылып берген Алла тағала болашақ жарымды аманатқа қиянат жасамай бақытты қылғым келеді, және әке қуанышын, иісін сағынып жүрген қызға қолдан келгенше болашақ жар адал және әке жоқтығын білдіртпей, әке орнына әке және адал ері болғым келеді. Болашақта, алдағы уақытта Алла қаласа шын жүректен дейді. Осы сөздерім әрқашан есіңде болсын. Және осы сөздерге жауап күтемін алдағы уақытта. Есен есіркет дейді жоғар жағында. Сен жазғасың ба бұл хатты? Бұл Айшолпан деген жаңа кімнің эфирінің бас жағында ше. Айттым ғой, Айшолпан деген қызға ол кезде біз Назерке екеуміз ара қатынас қыз бен жігіт ретінде жоқтығын. Мен жоқ. Айшолпан деген ол кімнің группаласы? Оны қаяқтан білесіздер? Группаласы, Айшолпан деген группаласы бар. Назеркенің? Назеркенің, иә. Бірінші эфирде мен айта кеттім ғой. Біз жаңағы общагада концерт бердік, өнер жастары болып. Сол кезде маған Назерке келді ғой жаңағы. Сіз Айшолпанға не деп жазғыз, мен сізге ұнамай жүрмін деген. Нақты тоқталайық, Айшолпан Назеркенің группаласы. Иә. Сен осы Айшолпанға хат жаздың ғой, Бұл студент кезде ғой, бұл қашан, бұл 2012-де ма жазылған нәрсе ғой, бұл қайдан жүр түсінбедім бұны. Бұл кім жіберген нанын? Бізге осы хатты бізге жіберді ғой мінекей. Алла сақтасын, нанын мен шынымды айтсам. Мен жазғаным рас Айшолпанға, бірақ ол шүлеп бұндай қылып мен жазған жоқпын мен. Сенің аккаунтыңнан жазылғаннан кейін басқа біреу бұлай жазу мүмкін емес шығар енді. Қызық түсінбей тұрмын ана жадайды. Бұл Айшолпанға жазғаным рас, бірақ Назеркенің алдында жазған мен 2012-де, 2013-те жазған ол. Одан бір 8 жыл өтті дейсің бе? Иә, онда да мен бүйтіп андай қылып жазған жоқпын мен. Не деп жаздың? Хадиш апай. Мен Есен тұр саған бір сұрақ қойғым келеді. Егер Назерке үйленіп ажырасып кеткен жағдайда да сен қайталдан қосыла аласың ба? Сонда сен әлі іздеп отырсың ғой соны. Сен үйленгенін білмейсің, мысалы, тұрмыс құрғанын білмейсің, мысалы.
жоқ мен ол кісіні шығар деп көрдім ғой, Түркістан қаласынан келді ғой. Енді айта береді ғой, мысалы, ол ажырасып келдім деп сұрамыз, саған айтпайды. Ал ажырасып келген түпкірінде ажырасып келіп отырған болса үйінде, енді жүрегім бос деп сол кезде айта салдым мүмкін. Сен сонда үйленетін бе едің соған? Ажырасып келетін болсам егерде мен бірінші мен мысалы ата-анамның ұштаты батасы керек, ата-анама бір ауыз айтам. Сен тұрмысқа шыққан жоқ деп келдің ғой енді бұл жерге? Иә, солай келдім ғой мен, солай көзім анық жетіп барып келдім ғой. Егерде мен оны Сен 4 жылдан бері араласпадым дейсің да, соның ішінде мүмкін барып келген шығар, кім біледі сен. Анық қағынып білмей отырсың ғой. Динараға берейікші. Жоқ, мен оған шықпауына анық көзім жетеді. Шықпағанына тұрмысқа. Тұрмысқа шыққан жоқ дейді. Жауабыңызға қанағаттандыңыз ба, Хадиша? Жоқ, айтып жатыр да, 8 жылдан бері сақталып қойды дегенге сенбеймін мысалға. Недавно жазылғаны көрініп тұр ғой мысалға ше. 8 жыл бір WhatsApp-та. Таңғалып тұрмын маған ше. Бірақ бүйтіп мұндай жазбаған мен. Қараңызшы, 8 жыл бір сақтау мүмкін емес қой, Есентұр өзі мойындаса кішкене. Біздің редакторларға келді, журналистерге. Кімнен келді? Именно сол Есен, адам жіберді маған. мынаның несі бар ма? Баласы бар қыз ба Шолпанның? Жоқ, бұл бойдақ қыз ғой бұл. Сен жазып тұрсың. Жазылып тұр ғой мына жерде. Әкесін жоқтатпай деп. Иә, әкесін жоқтатпай деп жазылып тұр ғой. Ал дейді, Алла тағала болашақ жарымды. Міне, әке орнына әке болғым келеді деп жазылған ғой мына жерде, бақытты қылғым келеді және әке қуанышын иісін сағынып жүрген қызға қолдан келгенше. Міне, аты жөнің тұр, Есен қарашы. Сенің парақшаңнан жазылған дүние, енді басқа біреу сенің парақшаңнан жазу мүмкін емес қой. Жоқ, не ғой, мына жерде просто Назеркені сылтауратып эфирге келген сияқтысың да. Негізінде басқа қыздарға әңгіме айтып, мына жерде негізінде бар ғой, Назерке жоқ деп айтады бәрі де саған. Жоқ, мен айтайын. Есен қарашы, былай ғой. Назеркені мына жаққа эфирге келіп шығарып солай жасап жатсың ғой. Ертең күн, например, өзіңде әке боласың, болашақ әкесің ғой, енді өзіңде қызың туылады, Алла қаласа. Например, сол кезде, мысалы, осындай эфирге сенің қызың шығарып жатса, сен өзің қандай состояниеде боласың, ойладың ба, айтшы? Енді қарашы, Есендір. Жоқ, мен аған таңғалдым, айым өзі шын дейсем ше. Енді таңғалғанда сен өзің парақшаңнан жазылған дүние ғой, сен оны жоққа шығара алмайсың. Айшолпан деген қызды, мен оның нөмірін сұрастырайық, ол қызға айтайық. Сен Айшолпанға осы хат жазған кезде Айшолпанның балалары ештеңесі жоқ па еді? Ол, Майбек мырза, ол бойдақ қыз ғой, вообще мен ол кезде 3-ші курста оқимын, ол 1-ші курста оқиды ол кезде. 1-ші курс оқитын. Баласы жоқ демек, ә? Баласы жоқ ешқандай. Сен мына жерде әке орнына әке болғым келеді деп жазып тұрсың ғой. Адал жар және әке жоқтығын білдіртпей, әке орнына әке және адал ері болғым келеді деп тұрсың болашақта. Айгерім, не дейсіз? Мені көрдіңіз бе, Айбар мырза, мен айттым ғой, мақсаты басқа Есентұрдың деп. Мақсаты басқа болып тұр ғой, және де мен ол жаңағы Назеркемен оқиға 10 жыл бұрынғы оқиға ғой, я сенде. 10 жыл бұрын оның алды Назеркеден бұрын жазылған хат деп ойламаймын мен. Ешқалай ол кезде дайректте, Инстаграмда ондай дамыған емес. Сосын жауап берсін, Есентұр қашан жазылды? Сен нағыз барып тұрған қызғұмар екенсің ғой, Есентұр. Сен барып тұрған қызғұмар екенсің. Сіздің ойыңыз сондай, рахмет. Қалай ол қызғұмар болады? Біреудің қызын сен эфирға келіп бір қызды іздеп отырсың, ал өзің қара, мысалы, жай ғана сөз салып тұрған жоқсың, сен болашақ жарым бол деп айтып тұрсың ғой. Мынау деген кәдімгі масқара сұмдық сөздер ғой мынау. Қалай ол масқара болады? Бойдақта еш жоқ деген да? Айбек мырза, бойдақта еш жоқ дейді. Сен екі мысалы сөйлеп біреудің қызын барып бұл екі қабат қылып өзі жауап берсінші. Есентұр, сен жігітсің ба? Біреудің отбасын өзің жауап барып неғып атқан жоқ. Ол қыз да бойдақ, бұл жігіт те бойдақ. Сәл сабыр сақтайық, Айгерімнің сұрағына жауап берсін Есентұр. Өзі жауап берсін, тілі бар ғой. Қойыңызшы, нақты қойыңызшы сұрағыңызды. Нақты. Адам ба? Иә, нақты қойыңызшы. Енді мен ойым қазір сіз эфирға келіп бір қызды іздеп отырсыз, бірақ бір қызға сіз кәдімгідей жай ғана жүрейік деп сөз салып тұрған жоқ, сіз отбасы болайын деп кәдімгідей мынандай өте жаңағы маңызды ұсыныс жасап отырсыз, өмірлік, иә, бір өмірде бір-ақ рет жасалынатын да, мысалы, бұл қалай болған сонда? Сіздің мақсатыңыз басқа ғой. Иә, түсіндім, рахмет. Мынау есемес бір қыздан келіп отыр қазір, иә? Есемес бір қыздан келгенде сенің аккаунтыңа жазылған дүние ғой мынау. Хат көрдің бе? Осы жазылған. Соны бізге жіберіп отыр. Міне осындай жазылған маған. Айшолпан деген қыз, егерде Айшолпан деген қыз жаңа мен ойлаған, жаңа Көкшетау қаласында оқитын қыз болса, егерде мен именно ол қызды бұндай мен жазған жоқпын. Өйткені ол неге? Ол қыз ойдақ қыз біріншіден. Ол қыздың жаңа Назеркенің көп баласы. Иә. Баласы жоқ. Баласы жоқ ешқандай. Мен егерде ол қызды Айшолпан деген қызды тауып, мысалға, осы скайпқа ма эфирге шығарып,
біледі ғой мысалға мен ондай сөз осындай дәлелдеп береді осы есе маған мынандай жазды болмаса жазбады деп эфирге шығарып есен есіркеп Мен оны деген смело сенен басқа мен- адам жоқ шығар бар ма инстаграмда есен есіркеп дегеннен басқа адам бар ма жоқ па сенен басқа ВК ғой мынау ВК-дан жазылған Иә. ба қызғалдақ ой рахмет мына жерде айтқым келіп жатқаны жоқ тұра тұрыңыздаршы не үшін сіздер терлеп жатсыздар айтса ол просто жаңа баласы бар адамның сауабын алғысы келді да содан кейін жазып жатыр не үшін ол Назеркемен жүрмей тұрып жазып жатыр да сондықтан кішкене білмей жатып көрмей жатып айтсаңыз сосын мына жерде инстаграмда емес ватсапта емес ВК бұрын болған бұрынғы заманда осыдан 4-5 жыл бұрын білмесеңіздер айтайын хитта болған как инстаграм как ватсап сияқты хит болған иә айтыңыз рахмет айбек мырза соншама дүрлігетін нәрсе емес бойдақта еш жоқ дейді да мына қыз да бойдақ деп отыр әке орнына әкеңнің мүмкін әкесі жоқ қыз шығар соны білдіртпейін деп жазып отыр мысалы үшін қоғамымызда мысалы бір семья отбасының ортасын бұзып отырған жоқ немесе бір қызды екі қабат қылып қашып кетіп отырған жоқ бар ғой ондай адамдарда өмірдеші қыз болсын ұл болсын өзінің сезімін білдіріп келіп отыр онда тұрған не бар екен соншама дүрлігетіндей бойдақ жігіт бойдақ қыз онда тұрған мен дүрлігетіндей нәрсе көріп отырғаным жоқ енді сен қарашы мына нәрсенің басын ашып алайықшы енді жаңағы сандуғашта айтып отыр ғой бойдақ жігіт кез келген қызға сөз салса өз еркі деп енді басын ашайық Назеркеге дейін қанша қыз болды қанша қызға сөз салдыңыз қанша қыз ерлік болды қой мен жасырмаймын адаммен жасырғанмен алла тағаладан жасырамайсың дейді ғой мысалға мен Назеркені ұмыту үшін қыздармен мысалға сөз салдым салмадым емес салдым жүрдім көп ұзаққа барған жоқ мысалы 1 ай 2 ай бірақ қанша жүрсем де сөздің шыны керек ұмыта алмадым есімнен шықпады ол қыз қалай дейсіз қанша ұмытамын десем де ұмыта алмадым ұмыту үшін басқа қыздарға әрекет жасап жүрдім сол қыздың бейнесінен Назеркені көріп тұрдыңыз ғой демек әрине мен алла қаласа до конца барам егер мынандай қатты келіп отыр мысалы Айшолпан деген қыз егер де мен ойымдағы қыз болатын болса ол Айшолпан деген қыз танимын иә ол Шымкенттің қызы кімнің Назеркенің группаласы ол қызға мен Назеркемен ол кезде ара қатынас жоқтығын Назеркеге мен жаздым мен құрметті көрермендер Есентұрдың Назеркеге арнаған тосын сыйы бар ол қандай тосын сый сәлден кейін білеміз жарнамадан кейін арнамыздан алыстамаңыздар. Құрметті көрермендер, біз жалғастырамыз эфирде Кел татуласайық бағдарламасы. Бізде бүгін Есентұрдың мәселесін талқылап отырмыз. Есентұр жаңа ғана айтқанбыз, көрермендердің есінде болса, Назеркеге дайындаған тосын сыйы бар деп. Қандай тосын сый? Есентұр? Тосын сый, енді мысалға сөзім арқылы сезімді жеткізіп жатырмын. Енді осы ән арқылы сезімді жеткізсем деп отырмын. Жүрегіңдегі махаббатты әнмен жеткізейін деп тұрсың. Жүректен шыққан сөз жүрекке барады дейді ғой. Осы ән арқылы барынша жүрекке жеткізсем деймін Назеркенің. Ендеше мархабат, Назерке сіздің әніңізден кейін жауап қатады деген ойдамыз. Кел отыр қасыма, сырыңды жасырмау, жаным-ау келші маған. Кел отыр қасыма, сырыңды жасырмау, жаным-ау келші маған. Жүзіңді көргенімде жаным-ау сен маған сенбедің бе? Кел отыр қасыма, сырыңды жасырмау, жаным-ау келші маған. Кел отыр қасыма, сырыңды жасырмау, жаным-ау келші маған. Есімнен кетпейді тәтті сөздер, есімнен кетпейді нәзік үндер. Есімнен кетсем де кетпейсің төсімнен, жаным-ау келші маған. Есімнен кетсең де кетпейсің төсімнен, жаным-ау келші маған.
сүймесең сүймеші өмір болсын, дос болып жүрейік кеме болсын. Кел отыр қасыма, сырыңды жасырмау, жаным ау келші маған. Кел отыр қасыма, сырыңды жасырмау, жаным ау келші маған. Аспанның көгінде қалықтаған, әнінсің мен үшін шарықтаған. Кел отыр қасыма, сырыңды жасырмау, жаным ау келші маған. Кел отыр қасыма, сырыңды жасырмау, жаным ау келші маған. Есімнен кетсең де кетпейсің төсімнен, жаным ау келші маған. Кел отыр қасыма, сырыңды жасырмау, жаным ау келші маған. Бәрекелді. Есентұр жайғасыңыз. Есентұр саусақпен шақырдыңыз ғой Назеркені. Көк диванға шақырдыңыз ғой дейме? Келе отыр қасыма деп. Әрине барынша енді жан-жақты нұсқалар мен варианттармен шақырып жатырмыз ғой. Кеп қалады деген үміт. Бұл әнді өзіңіз жаздыңыз ба, өзіңіздікі ме? Бұл ән менікі емес, бұл жаңа эстрада жұлдызы Болатбек Досыбаев деген ағамыз бар ғой. Соның орындауындағы ән негізі. Бұл әнді кезінде, студент кезде Назеркеге арнап жазған болатынмын. Алдағы уақытта Құдай қаласа енді қазір авторлық дейді жаңа әндер қазір сазгерлерге, ақындарға беріп жатырмын. Осы тұста айта кетедім, мен көрермендерге айта кететін бір ескерту жаңа хабарландыру болып тұр. Бір апта эфирде мен болмаймын. Бір апта эфирден сұрандым, рұқсатын берді. Қазір ол эфирден сұрану мәселесін қазір айтасың. Жаңа өлеңге байланысты, әнге байланысты тоқталайықшы. Жалпы сен осы әнді келе отыршы қасыма дедің ғой, жаңа келе отыр қасыма. Келе отыр қасыма, е? Осы әнді эфирге айту үшін редакторларға, журналистерге көп өтініш жасады. Мен айтып шығайын деп. Енді сен сөзбен жеткізе алмаған дүниеңді Назеркеге әнмен жеткіздім деп ойлайсың ба? Енді оны білмеймін енді. Осыдан кейін Назерке бір әннен кейін жауап қатады деген ой бар ма? Ол енді кейіпкерлер халық біледі ғой. Мен жеткіздім деп ойлаймын барынша. Енді алдағы уақытта тағы да жақсы дүниелер ол үшін жасаймын. Енді Айгерімде арамызда отырған Айгерім қыз бала ғой, енді әнді қалай қабылдады екен сұрайықшы. Айгерім, жоқ, үстінде отырған Айгерім. Мен ба? Рахмет. Әніңе әңгімем жоқ та, бірақ мына жерде менің атым қожадағыдай болып кетті да, Жанар айтады ғой. Сіздер болса күлесіздер, қожа далада жылап тұр дегендей ше. Дәл осы күні айтпай қойсаң болар еді, Тахираға ауырып қалғанда мына жерде жырлатып ше. Болды, рахмет. Осымен уақыт өз мәресіне жеткен екен. Құрметті көрермендер, эфирде Кел татуласайық бағдарламасы. Біздің бағдарлама жүргізушісі Тахир Сұлтан өзінің денсаулығы сырқаттанып, эфирдің ортасында жедел жәрдеммен алып кетуге мәжбүр болдық. Енді айыпқа бұйырмайсыздар. Әр күн сайын 15:00-де Кел татуласайық бағдарламасын көруді ұмытпаңыздар. Өз мәселелеріңізді шешкілеріңіз келсе бізге хабарласыңыздар. Аман сау болыңыздар.